Саламатсыздар ма студенттер? Бүгінгі сіздермен өтілетін жаңа тақырыбымыз әртүрлі ауа райында жаттығу жүргізу ерекшеліктері. Кіріспе, яғни жаттығу, спорттық жаттығу процесі спортшының дене дайындығының, төзімділігін және шеберлігін қалыптастырудың басты құралы. Бұл процесс тек жаттығу көлемі мен әдістемесіне ғана емес, сонымен қатар сыртқы орта жағдайларына, әсіресе ауа райы факторларына тікелей байланысты. Температура, ылғалдылық, жел, атмосфералық қысым және күн сәулесінің әсері барлығы спортшы ағзасының физиологиялық қызметін өзгертеді. Ауа райының қолайсыз немесе шұғыл өзгеруі спортшының нәтижесіне ғана емес, оның денсаулығы мен қауіпсіздігіне де әсер етеді. Сондықтан жаттықтырушы мен спортшы әртүрлі ауа райында жаттығу жүргізудің ерекшеліктерін білуі, бейімделуі, жолдарын меңгеруі тиіс болып табылады екен. Ауа райының спорттық жаттығуға әсері, яғни температураның әсері денені жылу реттеу жүйесіне ықпал етеді. Екіншісі, ылғалдылықтың әсері, яғни тыныс алу мен терілу процесін әсер етеді. Және үшіншісі, желдің әсері, тері арқылы жылудың таралуын арттырады. Және төртіншісі, атмосфералық қысым мен оттегінің мөлшері маңызды фактор. Осындай әсерлерден ауа райында спорттық жаттығулардың әсерлері болуы мүмкін екен. Ыстық ауа райындағы жаттығу ерекшеліктеріне келетін болсақ, яғни физиологиялық өзгерістер, яғни терілеу күшейіп, ағза суды және минералды тұздарды жоғалтады. Қан айналымы жылдамдап, жүрек соғуы жиіленеді. Дененің температурасы 38-39 градусқа дейін көтерілуі мүмкін. Қауіп, яғни күн өтуі, сусындануы, бұлшықет тартылуы кездесуі мүмкін. Жаттығуды ұйымдастыру ерекшеліктеріне келетін болсақ, сабақтарды таңертең немесе кешкі салқынмен уақытта өткізу. 20-30 минут сайын аз мөлшерде су ішу. Жеңіл, ауа өткізетін ашық түсті спорт киім кию. Және күн сәулесінен қорғану, яғни бас киім, көлеңкелі орын деген сияқты болу керек. Және қатты ыстықта жүктемені азайтып, жиі үзіліс жасау. Мысалға айтатын болсақ, жазғы жеңіл атлетика немесе футбол жаттығулары таңғы 7-ден 9-ға дейін немесе кешкі сағат 19:00-ден 21:00 аралығында өткізген дұрыс болып табылады. Яғни ыстық ауа райында осылай өткізгеніміз дұрыс болады екен. Суық ауа райындағы жаттығу ерекшеліктеріне келетін болсақ, физиологиялық өзгерістер, қан тамырлары таралып, дене температурасын сақтау процесі жүреді. Бұлшық еттің серпімділігін төмендеп, қозғалыс қиындатады. Тыныс алу жолдарын суық ауадан тітіркенуі мүмкін. Қаупі, яғни үсік болады. Спортшыларда бұлшық ет пен буын жарақаттары және тыныс алу аурулары кездесуі мүмкін. Мысалға айтатын болсақ, қысқы шаңғы немесе коньки спорт жаттығулары -5 градустан төмен емес температурада өткізіледі. Жаттығу ерекшеліктеріне келетін болсақ, міндетті түрде ұзақ жылыту кезеңін өткізу, яғни 10-15 минуттан кем емес. Киімді қабаттап кию, яғни 3 жолы бар екен оның. Бірінші, ішкі қабат теріс сіңіргіш. Екіншісі, ортаңғы қабат жылу сақтаушы. Үшінші, сыртқы қабат, яғни жел мен ылғал өткізбейтін. Осындай спорттық киімді кию болып табылады екен. Және одан кейін тыныс алуды мұрын арқылы жасау, ауызбен емес. Жаттығудан кейін міндетті түрде құрғақ жылы киімді ауысуы және суықта жаттығу ұзақтығын қысқарту керек болып табылады екен. Желді ауа райындағы жаттығу ерекшеліктері. Желдің әсері, яғни жел денеден жылуды тез алып кетеді. Ағза тез суиды, бұлшық ет тартылуы мүмкін. Жел қарсы бағытта қозғалысты қиындатады.
Жаттығу ерекшеліктері: жел бағытына байланысты жаттығу бағытын өзгерту, яғни жартысын желге қарсы, жартысын желмен бірге орындау. Егер жел жылдамдығы 10 метр секундтан асса, жаттығуды жабық орында өткізген жөн болып табылады екен. Қатты жел кезінде көз, құлақ, бас және қол аяқты қорғау қажет болып табылады. Жаңбырлы және ылғалды ауа райындағы ерекшеліктер, яғни қиындықтар болады. Киім мен аяқ киім суланып, ағза жылу жоғалтады. Тайғақ, беткейлер жарақат алып қаупі артылады. Ұсыныстар: су өткізбейтін киім мен аяқ киім кию, тайғақ жерде секіру, тез бұрылу сияқты қозғалыстарды шектеу және жаттығудан кейін міндетті түрде құрғақ киімді ауысу керек болып табылады екен. Биік таулы аймақтарда жаттығу жүргізу, яғни физиологиялық ерекшеліктеріне келетін болсақ, ауада оттегі мөлшері аз болғандықтан ағза оттегінің тиімді пайдалану қабілетін дамытады. Жүрек пен өкпе жұмысы күшейеді, гемоглобин деңгейі артады. Ұсыныстар: алғашқы 3-5 күнде жеңіл жаттығу жасау, ұйқы және тамақтану режимін сақтау, сұйықтықты жиі ішу, дәруменге бай тағам қолдану. Биіктікте бейімделу кезеңінен ескеріп, жүктемені біртіндеп арттыру болып табылады екен. Қауіпсіздік және алдын алу шаралары: жаттығу алдында ауа райы жағдайы міндетті түрде тексеру керек болып табылады. Спортшыларды табиғи факторларға бейімдеу, яғни шынығу, су процедуралары, ашық ауада серуендеу. Температура өзгерісінде спортшылардың жүрек соғуы мен дем алу жүйелерін бақылау. Әр спорт түрі бойынша ауа райына сай жаттығу процесін, жаттығу жоспарын бейімдеу керек болып табылады екен. Қорытынды айтылатын болсақ, ауа райы факторы жаттығу процесінің сапалы мен тиімділігін айқындайтын маңызды элементтердің бірі. Яғни ыстықта дене салқындауы, суықта жылуды сақтау, жел мен ылғалдықта ағзаны қорғау шараларын қажет. Дұрыс дайындық, киім таңдау және жүктемені реттеу арқылы спортшы кез келген климаттық жағдайда қауіпсіз әрі нәтижелі жаттыға алады. Үйге тапсырма: әртүрлі ауа райы жағдайындағы ыстық, суық, жел, ылғалды, биік тау кезеңде ағзаның бейімделу реакцияларын сипаттаңыз. Екінші тапсырма: өз қалаңыздың немесе өңіріңізде ауа райы ерекшеліктерін талдап, сол жағдайда лайықты жаттығу жоспарын құрыңыз. Яғни мысал, қыс мезгілі далада жүгіру, жаз мезгілі ертеңгілік гимнастика және тағы басқалар деген сияқты үй тапсырмасын орындаймыз. Одан бөлек сіздерге берілген 10 тест болады, сол 10 тестті орындаймыз. Яғни лекцияны тексеру үшін 10 жазамыз, одан бөлек үй тапсырмасын жазамыз және 10 тестті міндетті түрде орындаймыз. Тестті орындайтын кезде бірінші, яғни сұрақ жазылады, одан кейін вариант, яғни дұрыс вариантпен сол вариантта көрсетілген жауапты да міндетті түрде көрсетеміз. Бүгінгі тақырып осы. Назарларыңызға рахмет.